Балалар бұны жантырқып өтпес бұрын біз ең алдымен кішкене шолу жасайық. Медиана дегеніміз не азамат? Медиана деген қабырғаны тек ортасына бөледі. Дұрыс айтасың, қақ бөледі, дұрыс айтасың. Асылдан бисектриса дегеніміз не? Бисектриса деген үшбұрышты ортасына бұрыштың қақ бөледі. Сүйір бұрыш дегеніміз не? Сүйір бұрыш дегеніміз не ғой 90 градус. 90 градус сүйір бұрыш па? 90 градустан төмен градустар сүйір. 90 градустан аз бұрыштарды біз сүйір бұрыш дейміз. Ал доғал бұрыш дегеніміз 90 градустан үлкен. 90 градустан үлкенді доғал бұрыш дейміз. Жаздыңқы бұрыш неше градус? Тұтас бұрыш ше? 360-ға тең. Енді, балалар, мен сіздерге суретті ұсынамын. Мына суретке қарап. Мына суретке қараймызда кішкене ойланайық. Мына суретте қандай фигура бейнеленген? Үшбұрыштар, е? Бәрі бірдей ма? Түрлеріне қарап шығыңдар. Және әр үшбұрыштың өзінің атауы қалай деп ойлайсыңдар. Мысалы, бірінші үшбұрыш. Жақсылап қарап ойланып, ақылдасыңыз бір-бірлеріңмен. Сүйір бұрышты үшбұрыш. Апай, мына сүйір бұрыш. Сүйір бұрышты үшбұрыш. Және Апай, доғалды. мына үшбұрыштерге не айтасыңдар? Қараңдар. Апай, бұлар бір-біріне шақ келмейді. Бір-біріне дұрыс дейміз, бір-біріне тең емес. Үшбұрышқа, жайда үшбұрыш турасың өз ойыңдайшы. Барлығы бірдей үшбұрыш па? Жоқ. Мысалы, бірінші көкмен үшбұрышты. Қарашы, қабырғалары қанша сантиметрге тең? 13, 14. Иә, 13, 14 қабырғалар. Одан кейін астында екінші мысалы, мына үшбұрышта ше, қабырғалар қараңызшы? 15. Одан кейін үшінші үшбұрыш 10. Енді мен мынандай айтсам, қабырғалары әртүрлі үшбұрыш қайсысы? Апай, көк үшбұрыш, қабырғалары әртүрлі. Тең қабырғалы үшбұрыш үшін қайсысын айтасың? Апай, Төртінші. Иә. Барлық қабырғасы 10 сантиметр. 10 тең. Енді тікбұрышты үшбұрыш үшін қайсысын айтасыңдар? Апай, ана. Неге? Өткені бұл тік мені 90. Бір шаршы тік бұрыш 90 градус болып тұр. Ал енді тең қабырғалы, тең бүйірлі үшбұрыш десеңші? Апай, Неге? өткені бұл 2-10 сантиметр. Екі бүйір қабырғасы тең. Сонда балалар, бүгін өтетін тақырыбымыз тең бүйірлі үшбұрыш. Так, бүгін қаншасы? 7-ші, 7-ші, 12-ші ай, 21-ші жыл. Бүгін өтетін тақырыбымыз балалар тең бүйірлі үшбұрыштар. Енді мысалмен мына үшбұрыш сызамын. 7, 6, 5. 7, 10. 7 дейді. Қайсысы тең бүйірлі үшбұрыш? Біріншісі ма, екіншісі ма, үшіншісі ма? Үшінші жарайды. Яғни қабылдайды тең бүйірлі үшбұрыш. Әрине тең қабырғалы үшбұрыш. Екіншісі ше? Тең бүйірлі үшбұрыш екіншісі. Себебі оның екі бүйір қабырғасы тең. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше тең бүйірлі үшбұрыштың бірінші теоремасы бойынша айтады. Тең бүйірлі үшбұрыштың табанына іргелес жатқан екі бұрышы тең болса, онда ол тең бүйірлі үшбұрыш дейді. Осы тең бүйірлі үшбұрышты тең бүйірлі екенін дәлелдеуіміз керек. Ол үшін ВД-сінен ВД биіктігін түсірем. ВД биіктігі неше градус болады? 90 градус болады. Енді мынау ВД әрі бисектриса. Бисектриса ол бұрышты не қылады? Тең де екіге қақ бөледі. Енді мына жерде қараңдаршы.
A мен B-сы тең ба? Ya. A-ның қабырғасы тең B-сыға. Неге себеп ол тең? Тең бүйірлі. Ендеше енді мына екі үшбұрыштың теңдігін енді қайда? A, V, D үшбұрышы мен V, D, S үшбұрышы тең ба? Я, тең. Үшбұрыштың екінші теңдігі бойынша егер үшбұрыштың екі қабырғасы мен оның арасындағы бұрышы екінші үшбұрыштың екі қабырғасы мен арасындағы бұрышына тең болса, онда ол тең үшбұрыштар. Сол себепті бұл жерде мысалы мына екі үшбұрыш тең болатын болса, онда A бұрышы мен S бұрышы да тең. Сонда тең бүйір үшбұрыштың бірінші қасиеті қандай болды? Табаны мен оған іргелес жатқан екі бұрышы тең болса, ол тең бүйір үшбұрыш деп аталады. Енді екінші қасиеті бар. В төбесіне түскен биіктік әрі бисектриса, әрі медиана, әрі биіктік болады. Неге ол бисектриса болады? Мұна тең бүйірлі болғанда ол бұрыш не істейді? Қағып көреді. Тең енді мына жерге қараңызшы. A-ды мен D-сы тең ба, жоқ па? Тең. Яғни V-ды кесіндісі A-сы табанында қақ бөліп тұр. Және бұл жерде үшінші A-сы мен D-б перпендикуляр ма? 90 градуста қиылысып тұр ма екеуі? Ya. Ендеше тең бүйірлі үшбұрыштың төбесінен биіктік түсіретін болса, ол әрі бисектриса бола ма? Болады. Өйткені бұрышты тең. Медиана болады ма? Болады. Өйткені екі қабырғаны тең. Биіктік болады ма? Неге? Перпендикуляр 90 градус жасап қиылса. Міне, тең бүйірлі үшбұрыш дегеніміз осы. Сонда өздерің айтыңызшы, тең бүйірлі үшбұрышты. Сонда міндетті не болу керек? Екі бүйір қабырғасы тең болу. Егер де екі бүйір қабырғасы тең болса, онда екі бұрышы да тең болады. Мына тең бүйірлі болады ма? Мысалы, A, V, S. Қай қабырғалары тең? Ата. A-сы мен S-б. Кейде мысалы былай тұрады. Ол қай екі қабырғасы тең? А-б. Сонымен тең бүйірлі үшбұрыштың бірінші қасиеті қандай болды? Табаны мен іргелес жатқан бұрыштары тең болса, ол қандай үшбұрыш? Тең бүйірлі үшбұрыш. Сұрық бар ма? Ендеше қазір тапсырма берем, топпен орындайсыңдар. Мына берілген түзулер ғой. Осыдан тең бүйірлі үшбұрыш шығатындай етіп жалғап өздері үшбұрыш саласыңдар. Әрқайсысы әркім екі үшбұрыштан міне. Тең бүйірлі үшбұрыш шығатын болсын. Қачан бүйтіп келеді ғой, қачан неғымен жүрсе, неғымен бүйтіп. жоқ, тең бүйірлі қылу керек қой. Бүйтіп алып ек қой шағын. Мына берілген түзу табаны болсын. Мына бер. Тең бүйірлі шығатындай болсын. А, бұрышы деп, тең қабырғасын шығатын. Қабырғасына. Ендеше B-сының қабырғасы неге тең болады? X плюс 3-ке. Енді не істейміз? Ағай, үш қабырғасында қосамыз. X плюс 3 қосылған. 3x плюс 3 болады. Иә. Қосылған. X плюс 3 тағы да. Тұра берсін, X плюс. Я үшін ол арта екен ғой. X қоя сал. Тең неге? 15,6 метрге. Ақшамдағанда қанша шықты?
3x қосылған 3 тең 15,6. Арада x таба қой. 3x тең